қондырғысы. Бүгінгі негізгі біздің мақсатымыз мынау Қазақстан акциясының негізінде, соның ішінде 5 маусым халықаралық дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күнінің қарсаңына ұйымдастырылып жатқан іс-шара. Соның негізінде бүгін біз мынау Мұхтар Әуезов атындағы университетінің экология кафедрасының студенттерін алып келдік. Жаңағы бұл мақсаты осы тазалау қондырғысының жұмыс істеу тәртібі, жаңағы жұмыс істеу уақыты, жаңа қаншалықты тиімді жұмыс жасап жатыр, сол мәселеді алып келдік. Енді барлық студенттерді бүгін қазір экскурсия жұмыстары жүргізілді. Біз ойлаймыз, енді осыдан біраз сабақ алды, тәжірибе алды, және алдағы уақытта қызығушылықтар оянады деген ойдамыз. Сондықтан басшылыққа, осы водоканалдың басшылығына алғысымызды білдіреміз. Осыншалықты жұмыс жасап жатыр. Осы әйтеуір ашықтығына, студенттерге мүмкіндік бергендігіне, осылай жасауға болатындығына көрсетуге бір мүмкіндік бергеніне басшылыққа көп рахмет айтамыз. Водоканалдың басшылығына рахмет айтамыз.